Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Ильяс Омаров, мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиет сыншысы, жазушы, публицист. Орта Азия жоспарлау экономикалық және сауда тауар ісі институтын бітірген. 1936 жылдары республиканың сауда мекемелерінде жауапты қызметкер атқарған. 1945 жылы Қазақ сауда халық комиссарының орынбасары комиссары болды. Қазақ халқының майдандағы қазақ жауынгерлеріне жазған хатын ұйымдастыруда. 1944 жылы желтоқсанда Алматы қаласында өткен республикалық ақындар айтысын өткізуде. Қазақ СССР-ның ерте заманнан осы күнге дейінгі тарихының жарық көруіне ұйытқы болды. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты мен Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны ұйымдастырды. Ол 1949 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен мәдениетінің 10 күндігін ұйымдастырды. Омаров халық өнері мен музыкасын, ауыз әдебиетін насихаттауға зор үлес қосты. Шоқан, Ыбырай, Абай еңбектерін өнеге ретінде ұсынды. 1949 жылы жарық көрген қазақ тарихының толықтырылған 2 басымның жауапты редакторы болды. Бекмахановтың қазақ халқының шын мәдениеттегі тарихын ашық жазуына, Кенесары, Наурызбай батырлар жайында ақиқатын айтылуына, Жұмалиевтің Исатай мен Махамбет жөніндегі материалдарды бастыруына ұйытқы болды. Әдебиет туралы ойлар, оқушы көзімен, серпін, шабыт шалқары еңбектері жарық көрген. Омаров Ленин орденімен 3 рет еңбек қызыл ту, құрмет белгісі, ордендерімен, медальдарымен марапатталған. Қостанай облысы Қазақ драма театры Омаров есімімен аталады.